Мы тоже, так же, как и наши коллеги, изучали программу партии АУЛ. И у нас вопрос следующий. Вот вы предлагаете отменить для сельхозпроизводителей налог. Это означает, что бюджеты сельских районов, они будут, как бы пусты. А как тогда села будут с таким нулевым бюджетом вообще существовать? Рахмет. Айнұр, енді ол сұрақты бір жақты қарауға болмайды. Бүгінгі агроөнеркәсіп кешенінің ауылдың жағдайын қарап, сөйтіп баға беруге болады. Бүгінде бізде республика бойынша 280 мыңнан астам әртүрлі формадағы шаруашылықтар қызмет жасайды. Ал енді мемлекеттің сіз бюджетін білесіз. Сол мемлекеттің қазынасына түсетін ақшаның 1%-ке жетпейтін сол салық төленеді. Ол түкке де тұрмайды бүт мемлекет бойынша. Олай дейтініміз, бүгінгі күнде барып, ауылға барып, мал бағамын, ауылға барып, егін егемін, трактор айдаймын, сауын, сиыр сауамын дейтін адамдар кем. Жастардың бәрі үдіре көшіп жатыр. Қазір жұмыс істейтін адам ауылда жоқ. Вот, Айнұр, сіз енді өзіңіз ауылдан шыққан шығарсыз. Бірақ та осы жағдайдың барлығын ойландырып, қазір мемлекетте ауыл шаруашылығын қалпына қоямыз, мемлекеттің байлығын арттырамыз дейтін болатын болсақ, ауылға қатты көңіл бөлу керек. Сондықтан ауылда жұмыс істейтін адамдарға мүмкіншілік жасау керек. Ол 1%-ке жетпейтін қаржы ол мемлекеттің тағдырын шешпейді. Сондықтан сол жағынан сіз түсінсеңіз, алдағы уақытта сіз ауыл партиясын қолдайды ғой деп ойлаймын. Рахмет.